Құранды жаттаған адамдардың дәрежесі көтерілгеннің үстіне көтеріле береді. Қараңыз. Көтерілгеннің үстіне көтеріле береді. Мынау Өзбекстанда үлкен бір ғалым өткен, сол ғалымның өмірінде келеді. Жаңағы ғалымдардың өмірін оқысаңыздар, бір өте қызық, керемет. Сол жаңағы кешегі мына 41-45 жылдары соғыс болған уақытта пленге түсіп қалады, пленге. Пленге түсіп қалады да, сонымен немістердің қоршауында қалып кетеді. Немістердің қоршауында қалып кетіп, енді 200-ге жуық адам, енді біз өлетін болдық, енді не істейміз деген уақытта, сонда жаңағы осы Өзбекстаннан барған ғалым кісі, қары кісі, сол жерге барып, жаңа өлетін күннен кейін не алады енді? Енді өз иманымызды өзіміз үйретін болдық деп, Ясин сүресін дауыстап, жаңа өлетінін біліп отыр енді, қоршауда қалды. Ясин сүресін дауыстап оқыған уақытта, не дейді? Тым-тырыс болып қалды. Атылып атқан оқтар да тоқтады. Барлығы тоқтап қалды дейді. Не болып қалды? Сонымен Ясинді оқи бердім. Ясиннің ең ақырында келген уақытта да жаңағы Ясинді бітіріп, ал енді Аллах деп кәлимамды айтып, өлімге дайындалып жатқан едім дейді. Қараңыз, өлімге дайындалып жатқан едім, сонда немістер келіп қоршап тұрды да, жаңағы әнді оқыған қайсың деп айтты дейді. Қараңыз, олар енді бір ән деп тұр ғой, енді бір. Не бұл? Мынау не оқып жатқан нәрсе? Сонда сол немістердің арасында арабтардан келген бір мұсылман бар екен. Сонда бұл айтқан, мынау адам, бұл тегін адам емес, бұл Алланың кәләмі Құран деп аталады. Бұны Құран деп атайды. Сөйтіп жаңағы немістің басшысы ананы жақсы көріп қалып, жаңағы 199 адамды бір шетке қойып, бір өзіне тамақ берейін десе, жаңағы кісі келіп айтады. Жоқ, мен бір өзім тамақ жемеймін дейді. Менің жанымда 199 адам бар. Мен тамақты жесем, солармен бірге жеймін дейді. Солармен бірге жеймін дейді. Сонымен аналар сол Құранның құрметі үшін жаңағы 199 адамға да тамақ әкеліп, енді сендер бізді көрген жоқсыңдар, біз сендерді көрген жоқпыз деп, сол жерден жаңағы қамаулы тұрған жерінен 200 адамды шығарып жібереді дейді. Жаңағы кісінің өзінің аузынан айтылып атқаны, Алла Тағаланың кәләмі болған Құраннан Ясин сүресі, көптеген хадистер келеді. Ясин сүресі қорған болатын. Қапасқа түскен уақытта, сапарға шығатын уақытта, бір нәрсе жоғалған уақытта, бір адам бар, бір жерге барып, ойы, ақыл парасаты бір жерге барып, тіреліп қалған уақытта, жұмысы жүрмей қалған уақытта, осындай кездерде Ясин сүресін кім оқитын болса, оған Алла Тағала бір шығатын жол көрсетіп қояды. Міне соны мен оқып, өзім осының бір кереметін көріп, Ясин сүренің қасиеті. Содан бізді елімізге сол жерден біз қайттық дейді. Содан келіп, мен қанша адамға осы жаққа келіп тәлім тәрбие бердім дейді. Қараңыз, қанша адамға мен тәлім тәрбие бердім дейді. Сол үшін құрметті мұсылмандар, бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Құранға қатысты мына нәрсе, бір Құрандағы бір аятты, Фатиха сүресі болсын, әрбір сүренің бір өзіне тән бір қасиеті бар ғой. Ол айтылды ма, ол міндетті түрде ол нәрсе хақ. Ол қорғайды. Қараңыз. Ауырған жеріңе Фатиха сүресін оқып, 7 рет, 3 рет дем салсаң жазылады. Қанша адам осы Құранның басқа нәрседен таппаған шифаны осы Құраннан тауып жатыр. Сол үшін мына жерде біз иманға жаңағы айтылып жатқан нәрсеміз Алланың барлығына, бірлігіне, періштелеріне, кітаптарға, ақырет күніне, тағдырдың жаман жақсылығына иман келтіргеннен кейін біз не қылуымыз керек? Біз соған иманымыз иншалла өлгеннен кейін қайтып тірілуге біз соған толығымен иман келтіреміз.